менің жасымдағылар әдебиетке келгенде, 40-жылар келгенде, мына Шыңғыс Айтматовтың Жәмилесі жарияланып, бүкіл осы Орта Азиядағы мен сияқты ұйғыр, қазақ болсын, қырғызы болсын, өзбегі болсын, бәрі осы соғыстан кейінгілер осы Айтматовқа еліктей жаза бастады. Газеттерде сол біздің, как будто әлгі Шыңғыс Айтматов біздің ауылға кеп, ана Данияр сияқты бір адамды көріп кеткендей болды бәрімізге. Таныс кейіпкерді. Сонысын бәрімізде тақырыбымыз соғыстан кейінгі жылдар болды. Соғысты басымыздан кешкен күн болды. Әлгі соғысқа кеткен әке, үйде қалған шеше, бала, тақырыбымыз осы болды. Оғанан кейін сонысын ба, мен енді бір жақсы жерім, көргенді ғана жазам. Көргенді, мына көңілге түйгенді осын жазам. Сонша менің тақырыбым соғыстан кейінгі жылдар, менімен әлгі қаламдас, менімен замандас жазушылар сияқты, солардың тақырыбы не болса, менің тақырыбым сол. Қысқаша анықтама. Бүгінде жасы 60-қа толып отырған жерлесіміз, туысқан ұйғыр халқының көрнекті жазушысы Тұрған Тоқтамов, кешегі кеңестік әдебиет айдынында 70-ші жылдардың жарқырап танылған талантты қалам иелерінің бірі. Шығармашылық жолын туған ағасы ғалым жазушы марқұм Құрбан Тоқтамовтың тікелей әсерімен аудандық, облыстық ұйғыр газеттерінде журналист тілшіліктен бастаған Тұрған аға, бертініректе көп жыл бойы жазушы баспасында ұйғыр әдебиеті редакциясының меңгерушісі болып істейді. Ұйғыр, қазақ, орыс және басқа тілдерде Өсек өңірінде жалынды кәсіп иесі, Гүрзі жаңғырығы, әкемнің соңғы хаты, ескі диірмен сияқты деректі және көркем әңгіме повестер жинақтары мен Ақ жауын, намыс үкімі, Назүгім, ананың көз жасы сынды ірі тарихи романдары бірінен соң бірі жарық көріп, жас жазушылардың бүкілодақтық 6-шы кеңесіне қатысқан Тұрған Тоқтамов сол жылдары Молодая гвардия журналы сыйлығының лауреаты атанғанды. Кім болсын, қайсы ұлт болсын, қанша үлкейген сайын өзіңнің ұлтыңа, өзіңнің ошағыңа, өзіңнің қазанбасыңа, туған туысқаныңа жақындай бастайсың екен. Мен де осы ұйғыр халқыма ақыры бір 10 жылдан бері ғана өзімнің, менің ұлттым, арғы тарихымды іздей бастадым. Жақындағанда өзің халқының тарту жатқан қайғысы, мұңын сезіне бастайсың екен. Мынау адамдар көрген күн, неге менің анау халқым жылайды, неге мыналар күледі дейсің ғой. Шынында да мынау ұйғырдың тарихы туралы, ұйғырдың мұңы қайғысы туралы өте әдем қызық романдар жазуға болатын. Мен ақырғы 4-5 жылдан кейін бері сезіне бастадым. Бірақ өмір қысқарып қалады. Жазатын бағана сен дегендей жақсы туынды ертең жазатындай сезінем, бірақ уақыт азайып барады. Кеңес одағында басқа халықтар, қазақ халқы да болсын, ұйғыр халқы да болсын, көңілде жүрген көп нәрсені айта алмадық. Халықтың мысалы үшін жарасынан қан тамып тұрса да, сол қан мынақты қан тамып жатыр деп айта алмадық. Ұлттық мәселеге, ұлттың тағдырына келген мәселеде. Мысалы үшін кезінде алғы кемелденген социализм кезінде мысалы үшін олай болып қалалар салынып, өнеркәсіп орындары салынып жатты. Мысалы үшін қалалар өсіп жатты, адам саны өсіп жатты. Бірақ қазақтар, мысалы үшін көпшілік ұйғырлар ауылдан шыға алмады. Қалаға тіпті кіре алмады, мысалы үшін былай. Бірақ сол кезде соны ашық айтуға мүмкіндік тіпті болмады. Сол сияқты, мысалы үшін ұйғырлардың да жаңа көңілді жүрген, айта алмай жүрген мәселелер өте көп болды. Енді кеңес дәуірінде мынаяқта жол жоқ, анау Қытайда тіпті берді, оны айтуға мүмкіндік жоқ. Ал енді кейінгі, міне осы кейінгі кездерде ғана жаңадан осыған мүмкіншілік
туып жатқан сияқты. Енді осыған әлі де біздің жазушылар оған кірісе кеткені жоқ, барлық нәрсені ашық бүйтіп айтуға. Сонда да мынау жаңа осы деп отырмын ғой, Тұрған ағаның осы бастамасы, осындай проблемаларға көңіл аудару, соны ашықтау, енді ашық деп айтуға болмайды, жан-жақты әлі қамтыды деп айта алмаймыз. Бірақ осыған бастама жасап беріп жатқан ненің шығармалардың бірі осы шығармашылықта жалпы. 1985 жылы роман газетада жарияланған әкемнің соңғы хаты повес арқылы кеңестік кеңістікте кеңінен танылған Тұрған Тоқтамов шығармашылығы туралы мәскеулік Феликс Кузнецов, Анатолий Иванов, Анатолий Кимдер жылы лебіз білдіріп, оны туындыларының тақырыптық көркемдік деңгейі тұрғысынан Федор Абрамов, Шыңғыс Айтмасовтар сипаттас қаламгер деп аса жоғары бағалаған болатын. Осы қазақстандық қабырғалы жазушы Тұрған ағамыз соңғы жылдар жүзінде аяқ асты ауыр науқастан төсекке жығылып, жоғары қан қысымы үстінде жатып, аяқ қолының тартылып қалған қиын жағдайына қарамай, туған ұлтының тартысты тағдыр тәлейін тереңде көркем талдаған Сергелдең атты қомақты роман жазып аяқтады. Осынау жан жүректен туған туындысы Тұрған ағаның ауыр дертін көп жеңілдеткендей, қазірде төсек тұтқынынан құтылып, біршама жеңілдеп қалған түрі бар. Кім білген, жан ауруын жарыққа шығарумен тән ауруын жеңген шығармашылық құдіреттің құпия көрінісінің мысалы осы болар бәлкім. Мен енді бақыттымын. Бақытты болған себебім Қазақстанда тудым. Мынау қазақшада мен ұйғыр қазақ болса білу әрқалдай жерде бірге істеп кете берем. Егер паспортта ұлт деген сөз жоқ болса, мен қазақшаға кете берем іс жерге. Анау Қытайдан жаңада адамдар шыққан кезде не ол әдемі адамдар, ақылды адамдар базарға мешок көтеріп кетті ғой. Дипломдарын сандыққа салып қойып, галстуктерін үйіне салып қойып, базарға мешок көтеріп кетті. Саудаға кетті. Оның кейін көп адам осы түрмеге түсіп кетті. Мынау партияның саясаты, шетелді шыққандары жаман жері, бұларды мына жерге шыққаннан кейін көп адамдарға қашып шыққанды түрмеге арқалыққа, түрмеге алып кетті. Түрмеден шыққанда Совет өкіметінің шпионы ретінде бұлар қайта шпион етіп Қытайға кіргізді. Міне романның негізгі арқауы осы ұйғырдың, осы шет елдегі ұйғырлардың көрген күні. Мына роман Сергелдең деп атаған, бұл енді сол ұйғырлардың басынан кескен азап, қайғы, дерт туралы. Сол кезде романна былай дейді бір кейіпкер айтады. Мынау кембағалда отан деп жылайды екен, байды отан деп жылайды екен дейді. Мына отан деген бәріне керек екен. Қазақстанда көп ұлттар тұрып жатыр ғой. Мына солардың өзінің негізгі отан бары екен ешкім ұмытпау керек. Қазақ халқы өз егемендігін алып, аспанда оның көк жалауы желбіреп, тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев биік мінбеге көтерілгенде, өз отбасымызда